Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 121 сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, 9-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы дейді. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтере алмай, төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Осыны шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең, ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Төмендегі тапсырмалар мен сұрақтарға жауап берейік оқушылар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер. Бірінші, жыл басы қай ай? Екінші сұрақ, көктем күнін қадірлеп не деп атаған? Ұлыстың ұлы күні қай күн? Екіншісі тапсырма, мәтіндегі ұзын сары сөзі нені білдіреді? Жауабын жаз. Мәтіндегі ұзын сары дегеніміз көктемгі күн мен түннің теңелуінен кейін күннің ұзара бастайтын уақытын ұзын сары деп атайды екенбіз. Мәтінге ат қой. Мәтінге наурыз деген атау береміз. Келесі 4-ші сұрақ бізде наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Өлген табиғат қайта оянып, жер аяғы кеңіп, барлығы жаңарады. Сол үшін наурыз жыл басы болады екен. Сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар? Бұны өздеріңіз қалай тойлайтындарыңызды жауап беріңіздер, құрметті оқушылар. 10-шы жаттығу бізде сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Мәтіндегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемдерге айналдырып жаз. Сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады, түн қысқарады. Наурыз мейрамымыз. Егер бастаушта, баяндаушта зат есімнен болса, бастауштың алдынан сызықша қойылады екен, құрметті оқушылар. Келесі 11-ші жаттығу, сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда. Наурыз тойының мақсаты халыққа тоқшылық, молшылық тілеу. Не істеу? Тілеу. Не тілеу? Тоқшылық, молшылық. Бұл жерде тоқшылық, молшылық дегеніміз бізде бастауыш болып тұр. Кімге тоқшылық, молшылық тілеу? Халыққа. Ол толықтауыш болады екен, құрметті оқушылар. Енді не мақсаты? Бұл жерде мақсаты деген бастауыш болып тұр. Ненің мақсаты? Наурыз тойының мақсаты. Наурыз тойының дегеніміз бізде анықтауыш болады, құрметті оқушылар. Келесі сөйлем. Сол үшін қазан наурыз көже жасайды. Бұл жерде жасайды, не істейді? Жасайды, баяндауыш болады. Не жасайды? Наурыз көже. Наурыз көже дегеніміз бастауыш болады. Қанша наурыз көже жасайды? Қазан. Ол анықтауыш болады. Не үшін жасайды? Сол үшін жасайды. Бізде ол сол үшін деген сөз пысықтауыш болады екен. Енді бұл жерде төмендегі кестені наурыз көже құрамына енетін дәм атауларымен толықтыр дейді. Бұл жерде наурыз көжеге бізде 7 түрлі тағам қосылады, қазы, су, тұз, айран, құрт, тары, бидай. Осыдай 7 түрлі тағам қосылады. Көбіне адамдар негізгі осы сүрленген ет, су, тұз, айран, құртты қосады, және де тары, бидайды басқа да тағам түрлерімен алмастырып қосып жатады. Ол адамның әр өңірдің өзінің жергілікті дәстүріне байланысты өзгерте береді. Шығармашылық үзіліс 12-ші жаттығу. Суреттегі зат атауларының алғашқы әрбін тор көзге жаз. Қандай сөз шықты? Ол туралы өз ойыңды айт. Тор көздегі сөзбен сөйлем құрастырған сөйлеміңді сөйлем мүшелеріне талда. Бізде бұл жерде шешуінде наурыз деген сөз шығады. Ал енді наурыз деген сөзге сөйлем құрап, оны сөйлем мүшелеріне талдап көрелік. Мен наурыз мейрамын асыға күтемін. Не істеймін? Күтемін. Бұл баяндауыш болады. Қалай күтемін? Асыға күтемін. Ол бізде пысықтауыш болады. Нені күтемін? Нені асыға күтемін? Наурыз мейрамын. Ол бізде толықтауыш болады. Кім күтеді? Мен күтемін. Бұл бізде бастауыш болады екен.
Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.